Әтеш пен тоты ертегісі. Ертеде ешкі құйрығы келтеде аң құстардың ішінде ең әдемісі, сымбаттысы әтеш болып. Сондықтан ол өте тәкаппар екен. Жүріп тұрса да маңғазданып, сылаңдай бастайды, қоқырайып жүреді. Бірде-бір аңмен не құспен сөйлеспейді. Жалғыз серігі тоты құс болыпты. Тоты байғұстың үстінде жібі түзу, жөнді киімі жоқ екен. Бір күні тоты құс әлгі кербез әтешке келіп: «Досым, мен бүгін қонаққа бармақ едім. Жөнді киімім де жоқ, мына түрмен қалай барамын? Мені сенің досың деп білетін ел мазақтайды ғой. Маған үстіңдегі әдемі киіміңді бере тұршы» деп қиыла жалыныпты. Әтеш досының сөзіне сенеді. Үстіндегі әдемі киімдерінің бәрін шешіп береді. Сөйтіп тоты құс жасанып тұрып киініп алады. Қай мезгілде келетінін айтады. Егер мен кешіксем, дауыстап шақыр. Келмей жатсам, тағы да шақыр. Дауысыңды естиін дейді. Сөйтіп тоты құс әсем киініп тойға кетеді. Бірақ ол қайтып оралмайды. Әтеш тоты естісін деп үсті-үстіне шақырудың қоймайды. Ешқандай хабар болмайды. Содан күні бүгінге дейін әтеш әдемі киімін киіп кеткен тоты құсты іздеп, таң ата бергеннен күн батқанға дейін айқайлап шақыра береді екен. Соңы достар арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіп отырмыздар. Күнделікті шығатын ертегілерді жіберіп алмаңыздар.